Бейімбет Майлин Күлпәш шығармасы 1922 жыл. Күлпәштің көңілсіздікке түсіп жүрген күндерінің бірі еді. Үстінде өрім-өрім болған соң әр жерінен бір түйіп қойған ескі көйлек. Оның сыртында тозығы жетіп тулаққа айналған қысқа ескі тон. Басында селдіреген көне Бөкебайдың жұрнағы. Бет аузы көнектей ісік. Тоңып бүрісіп, үйдің бұрышындағы пешке арқасын сүйеп мұңайып, терең ойға шомған адамша Күлпәш отыр. Жыртық күпіге оранып, бүк түсіп, баласы қали жатыр. Үй суық, жамаулы терезенің жыртығынан кірген ызғырық шекеден шыққандай. Үйдің ішін жылытуға пешке жағатын отын жоқ. Отын табылар жерде жоқ. Қара судан басқа дән татпағанына бүгін 3-ші күн. 6 айғы қыс тартқаны аштықтың зардабы. Бар сенетіні байы мақтым, ел қыдырып, тілек тілеп, ерте кетіп кеш келеді. Бірақ оның да табары жоқ. Әйтсе де мақтым кеткенде сол бірдене әкелетіндей көріп, өзін өзі алдастырумен ұзақ күнді кеш қылады. Бұл Күлпәштің бүгінгі әдеті емес, көптен бергі әдеті. Жағын суалдырып, жүзін сарғайтып, адам қарағысып қылып барып, ақырында іске айналдырған осы әдет, осы шыдамдылық. Күлпәш осы кезге дейін өзінен бетер баласын аяумен келеді. Ауыл аймақ көрші қоландарынан сұрастырып алған сорпа суын баласына беретін болды. Соңғы кезде оның өзі де болмай кетті. Бұл ауылда отырғандардың бір сыпырасақ өлмелі кедей. Бәрі де шықпа жаным шықпа деп отырған секілді. Бұрынғыдай ауысып тамақ беру абысын ажын арасынан кеміп кетті. Шағын тамақтың үстіне біреу келсе, кірпішешендей жиырылатынды шығарды. Мұны әсіресе Күлпәш сезеді. Бұрынды соң аш болсын, тоқ болсын, тамақ үшін біреуге телміруді ар көретін Күлпәшқа бұл оңай болсын ба? Көрші үйлерге қатынауды сиретіп еді. Міне, бүгін ақтық азық таба алмағандарына 3-ші күн. Іші қабысып, жүрегі қарайып, көзі бұлдырап, өлім сағатын күткендей үпіні кетіп отыр. Әлі есіл дерті баласында. Ойлап, отырып қабағын шытып, кейістік тартқан кісі тәрізді баласына қарап. Құдай-ай, не қылмысымыздан бұл күйге түстік екен деді. Жылап жіберді. Бүртік ыстық жас үстіндегі жарғақ тонның омырауынан сырғанай бастады. Аштықтан басқа Күлпәштің мазасын алатын тағы бір ой бар еді. Ол ойдың Күлпәшті қинағанына бүгін 2-ші күн. Қыстың бас шағында жұртпен қатар соятын малы болмай, жалғыз атты ұрып алып, мақтым жаяу тілек тілеуге айналған соң, Күлпәштің бірге туған сіңілісі Раушан келіп, Күлпәшті азғырған. Осы жаманмен біраз күн өмір өткіздің ғой. Ендігі қалған өміріңді қорлыққа салма. Жыл болса ауыр, осы бастан азбас тозбас қамынды ойла, деген. Күлпәштің көңілін аудару үшін Раушанның ұсынатын адамы Жұмағазы. 40-50 қарасы бар, бір ауылдың байы, бұрынғы қатынынан бала қалған жоқ. Жасы биыл тап 40-та, оған тисен өзің би, өзің хан боласың, дейді Раушан. Қыстың бас кезінде ептеп күнделік тамақ тауып, ашыға қоймағандықтан, байынды тастап байға ти дегенде Күлпәштің жүрегі тас төбесіне шығып кетті. Қарағым, Раушан жанау, аузым барып неғып айтып отырсын, деп еді. Арадан 2-3 ай өткен соң аштық шеңгелін қаттырақ салды. Тұрмыс түрі қиындыққа айналған соң, әсіресе баласының тамақ сұрап жылағанына жаны төзбеген соң, кейбір кейістік тартқан уақыттарда Күлпәштің ойына Раушанның сөзі түсетін болды. Бірақ ол сөздің өзіне пайдалы, зиянды екенін бұл уақытқа дейін айырып білген емес. Әйткенмен соны ойлайды. Неге ойлайтынын өзі де білмейді. Әрі-сәрі болып жүргенде сіңілісі Раушан тағы келді. Күлпәшті көріп, аяп жылады. Енді өлесің ғой жазған, мен бұйыл не айтып едім деді. Күлпәш үндемей ойға шомды. Жүрегінде таласып тұрған екі ой бар.
Жұмағазыға тисем, тамағым тоқ, көйлегім көк болар еді. Қалижанды да ашықтырмауға болар еді, деп ойлайды. Жастан қосылған қосағым еді, оны жылатып тастағанда не онам деп те ойлайды. Екі ойдың бірі жеңіп шыға алмай, өзі қатып отырған Күлпәштің басын одан жаман қатырды. Күлпәштің қажығанын, нақ бұрынғыдай қарсып кетпейтіндігін сезіп, Раушан сөзді кесіп айта бастады. Мына күйінмен ұзаққа бармай өлесің. Сені өлімнен құтқаратын бізде де әл жоқ. Өзімізде сол Жұмағазыдан күн көріп отырмыз. Енді сөзді қойып, соған ти, деді. Күлпәш күрсінді. Қалижанды қайтем, деді. Ойбай апа, баланың басы құрсын, әуелі өз қамынды же, артынан алдыра жатарсың, деді. Байын ауызға алмай баласын ғана атағаны Күлпәштің әбден әлсіреп, ескі қайрат шыдамдылықтан айырылғандығын білдірді. Жұмағазының нұсқауымен келген Раушан апасының жайын сезген соң істі бір жола бітірудің қамына кірісті. Күлпәшті қызықтыра сөйледі. Не бар тамақ соның үйінде? Бұзылмаған қазы, бір өлі ет, шұжықтың саны жоқ. Әлі күнге дастарханнан наны үзілген емес. Сені алып беремін деп, біздің үйдегі күйеуін сөз қылғанда, одан артық қатынды іздесем де таба алмаймын ғой деп қутын етеді. Бұзылмаған қазы, біреулі етті есіткенде Күлпәштің аузынан суы ағып, ынтығуға айналды. Бүрліктірген аштық, тамақты есіткен соң Күлпәштің еркін алып, жеңгендей жүрегі дірілдеп, көзі қарауытып, тием деген сөз еріксіз аузынан атылып, шыға жаздап отыр. Ей, қарағым-ай, деп өксіп жылап жіберді. Қарағым-ай, өздерін білші, мен естен таңған кісі ғой, деді. Жамаулы күпіге оранып бүрсініп жатқан Қали жыбырлап. Әже! Ау, қарағым, деді Күлпәш. Әкем келді ме? Қарағым-ау, әкеңнің қарасы батсын. Таңмен кеткен Мақтым әлі қайтқан жоқ. Күн батуға барып қалды. Боранды ызғырық азырақ серпіліп ашылып, бұлттың жиегінен шыққан күн Мақтымның жамаулы терезесінің көзінен көрініп, босақа жаққа нұрлы сәулесін шаша бастады. Күлпәш пештің қасында, жанында бүрісіп Қали жатыр. Ойға шомып біраз отырып, деп ауыр күрсінді. Бұл күрсіну күн батардың алдында қатындардың от жағып, тамақ асатынының еске түсіргендіктен шығып отырған емес. Бұл жүректі қаптап, топтанып, іші бауырын елжіретіп, тұла бойын удай жайлаған қалың қасіреттің, ауыр дерттің ұшқыны еді. Бұл дертті Күлпәштің кірсіз таза жүрегіне салып отырған сіңлісі Раушан. Раушанға қосымша болып ызғарын төгіп бүрліктірген аштық. Өткен өмірінде ойына келмеген істі Күлпәш істегелі отыр. Байынан айырылып, екінші адамға, өткен өмірінде ойына кірмеген адамға тиюге уәде берді. Ертең мәңгі кетпек. Бірақ қалай кетпек, қалай айырылмақ, оны Күлпәштің өзі де білмейді. Раушан кеткелі ойлағаны жалғыз Мақтым. Мақтымның өзін айттырып, күйеу болған шағы көзіне елестейді. Жазғы кес. Мақтым ұрын келген. Түксиген қабақ, қушық мұрын, еңкек денелі қара сұр жігіт. Жұртқа қалай көрінетінін өзі білсін, әйтеуір Күлпәшқа ұнауы анық. Күлпәш бір көргеннен ақ тәуір көріп кеткен. Содан бері екеуінің арасы әлі тәуір. Біріне бірі наз қылып сөйлескенде, екеумізді қара жер айырар деп серттесетін. Мақтым үйде аз ғана жоқ болса, қайда кетті деп келгенше ынтық болатын Күлпәш осы. Сөйткен Мақтымын бүгін тастамақ. Ей, рақымсыз аштық-ай, кімдерді жылатпады, кімдер жыламады. Күлпәш өксіп, жылап жіберді. Бүрсіп жатқан Қали қозғалып, әже, деді. Немене қарағым? Әкем келді ме? Далада тықыр білініп сықырлап есік ашылды. Қыржиып тырысқан қысқа тон, қаудырлап қатқан жаман тұмақ, аяғында қонышынан басылған жаман етік, мойнында дорбасы бар. Жағы суалып,
көзі адырайып, адам бейнесі кеткен біреу есіктен кірді. Бұл Мақтым еді. Күлпәш жалт етіп қарады да мұңайып кетті. Қали басын көтеріп алып: «Әке, келдің бе?» «Келдім қарағым» деп, кемсеңдеп, қалтылдап, жыртық етігін сықырлатып, үйдің ортасындағы бағананың түбіне келіп, Мақтым салбырап отыра кетті. Қали сүйретіліп тұрып, екі көзі Мақтымның мойындағы дорбада, ептеп басып жақындады. Мақтым жылап қоя берді. «Қалқам-ау, дым жоқ!» Күлпәшті жылады. Қали ауыр күрсініп, тәлтіректеп басып барып күпісіне оранып, Күлпәштің қолтығына басын тыға бүрісіп жата кетті. Көп уақыт өтті. Қас қарайып, үйдің ішін қою қараңғылық қаптады. Мақтым бағанаға сүйеніп әлі отыр. Оқта-санда оқылейді. Күлпәш ойға шомған адам тәрізденіп, біраз отырып, бір кезде шошынған адамдай кенет басын көтерді. «Ей!» деді. Дауысы бір түрлі қалтырап, үйдің ішін жаңғырықтырды. «Жайма?» Күлпәштің үні бітті. Не айтарын білмеді. Көзінен мөлдіреп, жас төгіле бастады. «Қатын, бірдеме айтайын дедім бе?» «Әшейін, бүгін Раушан келіп еді». «Жай келіп бе?» Күлпәш тағы сөйлей алмай, көз жасына булықты. Әлдене уақытта тағы да: «Әй!» деді. «Немене жазған, айтсайшы?» «Біз осы қайтеміз?» «Қайдан білейін?» «Біз өлмейміз бе?» «Өлетін шығармыз». «Біз» деп тағы тоқталды. Біз айырылыссақ қайтеді?» Мақтым әлденеге қозғалғандай болды. Үй іші тым-тырыс. Жана туған айдың сәулесі түсе бастады. «Қатын, сен не деп отырсың?» «Айырылыссақ». «Раушан айтты ма?» «Иә». «Қалиды қайтесің?» деп Мақтым кемсеңдеп өксіп жылап жіберді. «Әттен кедейшілік, әттен аштық қылдың-ау!» Пеш пен Күлпәштің арасындағы қуысқа тығылып бүрсендеп жатқан Қали тағы қозғалды. «Әже» деді. «Қалқам-ау, не қыл дейсің?» «Тоңдым». Марттың іші. Жетіге созылған боран бүгін ғана ашылып, жылы шуақ күннің көзі ықтасындағы қардың бетін жылтыратып, терлетіп жатыр. Жерде де бұрынғыдай ызғар жоқ. Арық малдар тысқа шығып, күн шуақтықтағы боқтықты, шөпті тіміскіп жүр. Ұзыннан созылған ауылдан оқшау, жеке, маңайда бұдыр жоқ. Қалың күртіктен мұржасы зорға көрініп тұрған шеткері үйге ауыл сыртындағы жіңішке жолмен жастау әйел аяңдай басып келе жатыр. Бұл Күлпәш еді. Жұмағазыға тигеніне 20 күндей болған. Аштықтың қанды тырнағы Күлпәшті бұған да көндірген. Бірақ аштықтан құтылған екем деп қабағы ашылған Күлпәш жоқ. Жұмағазының үйіндегі 20 күн 20 жылдан ауыр болды. Әсіресе Қалиды сағынды. Жұмағазының үйіне барған күннің ертеңіне түнде Қали түсіне кірді. Күлпәш үйден шығарда, «Қалқам» деп барып Қалидың бетінен сүйгенде, өкпелеген адамдай аузын бүртитіп, тұрған орнында қалшиып қалып еді. Түсінде де сол күйін көрді. Аузы бүртиіп, көзі әлде қайда бірдемеге тіреліп қатып қалған. Күлпәш «Қалқам» деп бауырына тартса да, тас секілденіп орнынан қозғалмайды. Бір күні түсінде Мақтымды көреді. О да ренжулі, о да ашулы. «Ей» деп Күлпәш бір-екі рет сөйлесе де Мақтым жауап бермейді. Дүниедегі ең жақсы көретіні байы мен баласын ренжітіп, өзінің бас сауға қылып кеткенін Күлпәш енді ар көре бастады. Өлсем солармен бірге, өлсем болмайтын ба еді деген ой кірді. Бір жағынан Мақтым жайын ойлайды. Ала дорбаны мойнына іліп алып, таң мен тамақ іздеп кетсе, тапсын, таппасын, кешке бір оралып соқпай қоймайды. Сондағы азаптанып жүргені қатын баланың қамы, соларды аштан өлтірмеудің жабдығы, сөйтіп жүрген адамның қадірін білмей тастап кететін не жөні бар еді. Күлпәш барғалы қайғы үстіне қайғы жамап, ақырында бүгін Жұмағазының үйде жоғын пайдаланып келе жатқаны еді. Күлпәш бұл жолы түрлі ойға мініп келеді. Мақтым ренжімесе, басқа байға тидің деп ашуланбаса,
ескі тұрмысқа қайта қайтуда ойында жоқ емес. Аяғын екі-үш басып, қайта-қайта сол жақ қойнын сипап қарайды. Қойнында 2 кесе ет бар. Біреуін қалиға, біреуін мақтымға деп жасырып пісіріп алған. Қарағым-ай, етті көргенде не дер екен дейді оқтасанда. Ауылға төніп келгенде 2-3 ит үріп алдынан шықты. Күлпәш елеген жоқ. Кіре бер шеттегі Ыбырайдікі еді. Биік қылып соғылған ақ қаланың басында Ыбырай тұр екен. Күлпәш оны да абайлаған жоқ. Жүрегі алып ұшып үйіне жеткенше асықты. Ыбырай танып, «Оу, келінбісің?» деді. Күлпәш сәлем қылды да жөнеле берді. Ыбырай бірдене айтқысы келген кісі секілденіп, ақ қаладан аяғын 1-2 басып түсіңкіреп барып тоқтады. Күлпәш үйіне жетті. Лапастың есігіне көзі түсіп, жүрегі қалтырап тіксінің кіреді. Есіктің алды күртік қар, із дегеннен дым жоқ. Малтығып басып барып үйдің есігіндегі қарды аяғымен ысырып, есікті ашуға айналды. Жүрегі лүпілдеп соғып, көзі қарауытып, бір түрлі қорқыныш пайда болғандай тәрізденді. Бірақ неден сезіктеніп қорыққанын өзі де біле алмады, білетін жайы да жоқ еді. Жан дәрмен қайраттанып зорға дегенде салдама есікті қозғап сықырлатып ашты. Суық леп бетке соқты. Терезеде жарық жоқ, үй тастай қараңғы. Күлпәш қалтыранып кетті. Үйге кірерін де кірмесін де білмеді. Бір аяғын табалдырықтан ішке салып, есіктен қолымен ұстап қалтырап. «Қарағым» деді. Үн жоқ. «Қарағым, қайдасың? Ей, бармысың?» Жауап жоқ. Күлпәш не қыларын білмеді. Жалтаңдап артына қарады. Жүгіріп терезеге барып күртік қарды қолымен қопарып ашты. Нұрлы күннің сәулесі жамаулы терезе арқылы үйге түсіп жарық қылды. Түс кезі екен. Күн тұп-тура пешке түскен. Қарды тастай беріп Күлпәш жалма-жан сығалап еді, пештің жанында ұйлығып, бүк түсіп құшақтасып жатқан әкелі балалы екеуіне көзі түсті. Іші елжіреп, көзіне жас келді. Ұйықтап жатыр екен деп қуанып, малтыға сүріне үйге кірді. «Қарағым, Қалижан, тұр!» Төніп келіп Қалиды сүйейін деп ұмтылғанда, көзі мақтымның көзіне түсіп кетті. Көзі адырайып, аузы ашылып, тісі ақсиып жатыр екен. Күлпәш шошып, «Ей!» деді. Бұдан кейін не болғанын өзі де білмей, өліп жатқан байы мен баласын құшақтай құлады.